пельмен және вареники екеуін бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, подписаться кнопкасын баса кетіңіз. Мен үшін пайдалырақ. Ең алдымен біз 500 грамм ұнымызға 180 грамм суды қосамыз. Граммен өлшенгем. 2 ас қасық сұйық майды қосамыз міндетті түрде. Сосын 2 жұмыртқа қосамыз. Алдын ала бөлек араластырып алсаңыздар болады суға. Мен барлығын қосып араластырып жатырмын. Және де тұз қосасыздар өз қалауларыңызша. Сосын онымен илейтін боламыз. Асығыс болған соң мен барлығын осылай бірге қоса салдым. Сіздерде шамамен өлшеген болсаңыздар, оны аз болып баратса, үстінен тағы да ұн салып жіберсеңіздер болады. Менде барлығы өлшенген болғаннан кейін артық ұнның қажет етпейді. Еуін қандырып, әдемілеп жайып аламыз да. Осындай зуала болып шықты. Бетін жауып, біраз қойып қоямыз. Салмасын дайындап алғанша. Бір пиязды майдалап тураймыз паршымызға. Салып, араластырып, тұз салып, қарабұрыш салып. Олардың мөлшерін жазбадым. Олар өздеріңізге байланысты. Және вареникиге картошканы езіп, 3 картошканы пісіріп, қайнатып езіп, тұз салдым, қарабұрыш салдым. Пияз салмадым. Сары майдан азырақ салып жібердім, 50 грамдай. Осылай дайындап қойдым. Енді мен жаңа қамырымды жайып, жұқалап жайып дайындап алдым. Езілмейтін қамыр. Жұмыртқа қосылғаннан кейін осылай домалақ ыдысыңыз болса, осылайынан барлығын кесіп аламыз. Менікі наушли майда болып. Үлкен бокалменен кесіп алсаңыздар болады, өлшеп. Үлкен пельмендер шығады. Осылай майдасын істегім келді бүгін. Көбінесе қол бос уақытында осылай істеп, морозилькеге салып, кептіріп, пакетке салып қоямын. Кейін қол бос емес кезде қайнатып алып, жіберетін қылып, дайын қылып, осылай істеп, барлығын кептіріп аламын. Енді вареники. Оны да тура осылайнан, соның қамырын, екеуінің қамыры бір. Ортасынан картошкамызды салып, шеттерін жапсырып шығамыз. Болды, дайын, оп-оңай. Мен негізі бұны көргенім, білгенім болмаса, үйде істеп жемейді екенбіз. Бүгін бірінші рет істеп жатырмын сіздермен бірге. Мінеки дайын, пельмен, вареники. Енді суға қайнатып аламыз. Болды. Және бетіне подлив істейміз. Суымызға тұз салып, қайнатып салдым. Екеуін 2 бөлек қазанға салып, қайнатып бетіне подлив істедім. Біздің асымыз дайын. Қазаннан түсірдім. Мінеки аз уақыт қана қайнатып, ешқайсысы езілмеген. Екеуін де салып, ас болсын, дәмін көріп, кешкі асқа дайындадым. Бетіне укроп сеуіп жібердім. Пельменіміз дайын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, сау болыңыздар.